Біз мынау көйлекті тоқимыз. Бұл көйлекті тоқу үшін бізге қажетті заттар. Бізге бұл көйлекті түсіру үшін 2,5 крючок керек, қайшы керек, түйме керек және де мынандай жіп керек. Бұл жіп 100 граммдық 400 метрлік жіп. Енді біз бастау үшін 60 петля тоқып аламыз. Және де ұмытып бара жатырмыз, 4 жүргіш керек. Енді 60 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 60 петля тоқып алдым. Енді мына жерден 2 петля жоғары көтереміздегі 1 петля іліп алып, мына 3-ші петлядан тоқимыз. Тағы біреу тоқып аламыз, іліп аламыз, накид. Келесі петляға өтеміз. Тағы бір накид іліп аламыз да, осылайынан соңына дейін тоқып өтеміз. Міне соңғы петляға келдік. Енді жоғарыға 2 петля көтереміз. Бұлайынан айналдырамыз. Енді біз бөліктерге бөлеміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына бір петлядан 3 петля шығарамыз. 1, 2, 3. Осының ортаңғысына түйреуіш қадап кетеміз. Енді жеңі. Иығы 10 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына жерде бір петлядан тағы 3 петля шығарамыз. 1, 2, 3. Ортаңғы петлядан түйреуіш іліп кетеміз. Енді алдыңғы жағына 18 петля тоқимыз накидпен. Міне соңғы 18. Келесі петлядан тағы да 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Ортаңғы петлядан бір петля тастап кетеміз. Келесі иығына 10 петля, тағы бір петлядан 3 петля шығарасыз. Арт жағында бізде 9 петля қалу керек. Соны тоқып өтіңіздер. Міне біз соңына тоқып келдік. Енді 2 петля жоғары көтереміз де бұлайынан аударамыз. Сонда бізде мынандай мойын пайда болды. Бұл енді 3 айлық пен 6 айлық жастағы қыздарға арналып тоқылып жатыр.
Сондықтан мына мойын жетеді деп ойлаймын. Енді келесі айналамда дәл осындай тоқымамен иығына дейін тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 жүрішті шешеміз. Бағанамен тоқыдық қой, 3 тоқыма. Осының ортаңғысынан тағы да 3 тоқыма тоқимыз. 1 2 3 және ортаңғысына тағы да жүрішті іліп кетеміз. Енді иығын біз узормен тоқимыз. 1 2 мына жердегі бірінші емес екінші петляға тоқимыз. 1 2 3 4 5 бірінші емес екінші петля, бірінші, екінші, үшінші петля тоқимыз. 1 2 3 1 2 3 мына жерге тоқимыз. 1 2 3 4 5 1 2 үшінші петляға іліп кетеміз. Және соңғы мына жерге жүру үшін қасында бізде біреу бар, ол жерге біз 1 2 1 2 мына жерден тағы да 2 петля тоқып өтеміз. Мынау алдыңғы жағын тура осындай тоқымамен тоқып өтеміз. Мынау жеріне келдік, жүріштің мынау ортаңғысына 3 петля жібереміз. 1 2 3 ортаңғысына жүрішіп кетеміз. Енді біз жеңін 1 2 мына жерге 1 2 3 4 5 бірінші, екінші, үшіншіге 1 2 3 1 2 3 үшінші петляға тоқимыз. 1 2 3 4 5 1 2 3 және жүрішті шешеміз. Ортаңғы петлядан 3 петля тағы тоқимыз. 1 2 3 келесі бізден артқы жағы, келесі жеңге дейін осындай узормен айналдырып тоқисыз. Міне біз екінші айналды жеңге дейін тоқыдық. Жүрішті сымат етеміз. Енді ортаңғы петлядан тағы да 3 петля шығарамыз. 2 және 3 ортаңғысына жүрішті кетеміз. Енді жеңді біз узорын тоқимыз. 1 2 3 дейміз де мынаған тоқимыз. Және мына 5 петля тоқып өткен жерге біз накидпен 9 петля тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ал мына үшеуліктің ішіне тұқыр тек қана бір петля тоқып өтеміз де қайтадан 5 петляның ішіне 9 накидпен петля тоқып шығамыз. 2 3
төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз және 9. Мына жерге бүресін тоқимыз дағы. Ілмекті шешіп, біріне көтеріп, ортаңғы петледен тағы да 3 петля шығарып кетеміз. 1, 2, 3. Мына жақта да дәл солай соңына дейін тоқып өтесіздер. Мына 5-ші рядты біз иыққа дейін тоқып келдік. Түйрешті шешеміз. Ортаңғысынан тағы да 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Енді иықта біз 1, 2, біреу. Енді біз накид аламыз. Мына жерде емес, мына жерден емес. Мына екіншіден бастап тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі. Мына жер тоқымаймыз, мына жер тоқымаймыз, мына жер тоқымаймыз. Мына екіншіден бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына басына біріктіреміз. 1, 2, енді түйрешті шешеміз. Осы ортаңғы неден 3 петля тағы тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Ары қарай соңына дейін тоқып өтіңіздер осылай. Екінші айналыма келдік. Түйрешті шешеміз. 3 нені ортаншысынан тағы да 3 петля жібереміз. Накидпен 1, 2, 3. Енді жеңдегі зорға келетін болсақ. 1, 2. 1, 2, 3. Мынау бір петляны тастап кетеміз, екінші петляға. 1, 2, 3. Мына бүресін тастап кетеміз, келесі петляға алып кетеміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Екі болады соңы. Түйреш тұрған жерге бір накидпен, бірінші, екінші, үшінші. 1, 2, 3. Және тура осылай
келесі жеңге тоқисыздар. Біз бір айналымды біттік. Енді келесі айналымда мен мына жерге дейін тоқып қойдым. Түйрегішті аламыз дағы. Үш петледен, бір петледен үш петле шығарамыз дағы. 1, 2, 3. Енді осы узорды біз тағы да екінші айналымда қайталамыз керек. Мына айналымды мен мына жерге дейін тоқып қойдым уже. Енді біз жеңді шығаруымыз керек тағы да. Ол үшін біз 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 дейміз дағы. Мынау петлені тастап кетеміз ортадан. Мына жерге жасаймыз, іліп кетеміз. Келесі 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ортаңғы петлені тастап кетеміз мына жерге. Сонда бізде көрдіңіздер ме? Бір веер, екі веер, уже ортадан тағы бір веер пайда болады. 1, 2, 3. Және соңы біз 1, 2, 3. Дәл осылай келесі айналымды тоқып өтесіздер. Дәл осы узордағыдай мына келесісін уже келесіге жалғастыра бересіздер. Енді біз мына екі арт жағын біріктіруіміз керек, өйткені бізде мойында бізде түйме тұрады. Сол үшін мына басы мен мына басын біріктіреміз. Енді бұлай айналдырамыз дағы, келесі айналымда тоқимыз. Өздеріңізге қажетті мөлшерде жеңді біткенге дейін тоқисыздар. Мінекей, мен өзіме қажетті мөлшерге дейін тоқып алдым. Менде мынандай узормен 3 ряд болды. Енді біз жең жасаймыз. Ол үшін түйреуішке дейін тоқып келеміз. Кәдімгі осындай узормен накид. Түйреуішке дейін тоқып келдік. Енді түйреуішті алып тастаймыз. Осы петледен 6 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді келесі түйреуішке барып, бұны да алып тастаймыз. Мына жерге жалғаймыз. Түсінікті ғой? Енді мынаны келесі түйреуішке дейін тоқып өтеміз. Міне келесі түйреуішке дейін тоқыдым. Мына түйреуішті алып тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына түйреуішті алып тастаймыз. Осы жерге біріктіреміз. Ары қарай до конца тоқып өтеміз. Міне до конца тоқыдық.
Енді тура осындай узорды 1, 2, 3 ретін тоқып өтеміз. Осымен бізде үстіңгі бөлік аяқталды. Енді етегін тоқу үшін біз мынандай узормен тоқып өтеміз. Видео сіздерге түсінікті болса, ары қарай тоқуға кеттік. Біздің тоқыған көйлегіміз осымен аяқталды. Мен етегіне жеңіндегідей узор салдым. Алдыңғы видеода көрсетіп өткендей, ол узордың видеосы бар алдыңғы жеңдерінде. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд узор жасадым. Артыңғы жағына, мойнына мынандай түйме жасадым. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк, подписка жасап кетіңіздер.